Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын бөлкелердің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы рецептпен шаймен ішкенге өте жақсы үйлеседі. Және де осындай үрпілдеп, нәзік болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүттеріңіз міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Қатты ыстық емес және суық болмауы қажет. Енді үстіне біз дрожжи қосамыз. Кішкене көпіргенше араластырамыз венчикпен. Енді қантымыздың жартысын салып, тағы да араластырып жібереміз. Енді қалған қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Үстіне жұмыртқа қосамыз. Тұз қосамыз. Және де сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Енді бір пакет ванилин қосамыз. Ол бір керемет бір хош иіс береді. Енді ұнымызды алып, қопсытқыш қосамыз. Яғни разрыхитель. Және біртіндеп қосып отырып, ұнымызды қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде біртіндеп қосыңыздар, сонда сіздің қамырларыңыз жақсы көтерілетін болады. Енді қамырымызды илеп болғаннан кейін үстіне осына ертілген сары майды қосып жіберіп, тағы да жақсылап тұрып илейміз. Жұмсақ қамыр шығуы қажет бізде. Қолға жабыспауы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді үстіне пищевой пленканы жауып, бетін орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсылап тұрып көтерілуі қажет. Міне біздің қамырымыз екі есе ұлғайып, жақсы көтерілді. Енді жинап, біз қазір бөлкелерімізді істейтін боламыз. Енді үстелдің үстіне мен ыңғайлы болу үшін үстелдің үстіне қойып, бірдей бөліктерге бөліп шығамын.
қолымызды майлап аламыз. Қазір бізге дөңгелек формаларды жасауға ыңғайлы болу үшін осылай дөңгелек формалар істеп алыңыздар. Және де қалауларыңыз бойынша неше түрлі начинкалар салуларыңызға да болады. Онымен де күшті үйлеседі. Енді біз бөлкелерімізді тағы да бетін пищевой пленкамен жауып бір 5-10 минутқа тағы да көтерілгенше қойып қоямыз. Бөлкелеріміздің көлемі ұлғайды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, үстіне жағып шығамыз. Ол бір керемет, бір әдемі түс береді бөлкелерімізге. «180 градусқа 25-30 минутқа жібереміз». Достар, міне біз бөлкелеріміз дайын болды. Үлпілдек өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және видео ұнаған болса, мен каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Әйгерім.